Сәлеметсіздер ме 5-ші сынып оқушылары? Біз бүгінгі видеода Қазақстан тарихынан 1-ші тоқсанға арналған бірінші БЖБ жұмысын орындайтын боламыз. Бірінші тапсырма: ежелгі адамдардың кәсібін сипаттаңыз. Бірінші суретте балық аулау кәсібі бейнеленген. Кәсіптің бұл түрі мезолит дәуірінде пайда болған. Бұл кезеңде садақ пен жебе ойлап табылды. Ал екінші сурет мезолит дәуірінде пайда болған бұл кәсіп жабайы аңдарды қолға үйрету. Үшінші суретте бұл палеолит дәуіріндегі кәсіп түрі. Ежелгі адамдардың тастан қолмен жасалған еңбек құралдары, тас шапқымен өсімдік тамырын қазу, тас кешкішпен аң сою. Екінші тапсырма: тас дәуірінің археологиялық ескерткіштеріне сипаттама жазыңыз. Жебелі ескерткіші үстірт маңында орналасқан. Бұл жерге адамдар күрке тәрізді үйде тұрған және ешкі мен қойды қолға үйреткен. Екінші атбасар есіл маңында табылған, басты шаруашылығы балық аулау болған. Үшінші келтеменар арал маңында орналасқан. Бұл мекенде үлкен тікбұрышты үйлердің ішінде ошағы бар. Келесі үшінші тапсырма: Беғазы Дәндібай мәдениетінің белгілеріне қатысты ақпараттардың ақиқат не жалған екендігін анықтаңыз. Бірінші ақпарат: Беғазы Дәндібай мәдениеті бұл антрондық мәдениеттен сақ тайпаларының мәдениетіне көшу кезеңі. Бұл ақпарат ақиқат болып табылады. Келесі екінші тапсырма: Беғазы Дәндібай мәдениетінің хронологиялық ауқымы 12-5 ғасырлар аралығын қамтиды. Бұл ақпарат жалған. Келесі үшінші: Беғазы Дәндібай мәдениеті орталық Қазақстан аумағын алып жатты. Ақиқат ақпарат. Осымен БЖБ тапсырмасы аяқталды. Каналға тіркеліп, видеоға лайк басып, видеоны достарыңызбен бөлісе кетіңіздер.